Бейнеу өткен ғасырдың ортасында кішігірім темір жол станциясы ретінде құрылды. Бүгінде ол тұтас бір аудан орталығы болып табылады. Ал осыдан 1000 жыл бұрын қазіргі Маңғыстау жерімен, сонау Хорезм мен Хиуа хандығынан бастап Еуропа мен Таяу Шығысқа дейін Ұлы Жібек жолының керуендері өткен. Өткен ғасыр өркениетінің іздерін археолог ғалымдар бүгінгі күнге дейін тауып келеді. Бейнеу өңірінің ерекше тарихы жергілікті мұражай экспозициясында әсем көрініс тапқан. Сол себепті біз де өлке шежіресінің сырларын бірге ақтардық. Мұражай ауласы ашық аспан астындағы көрме залы іспетті. Мұнда тұрыш алабындағы шар тәрізді тас конкрециялар орын алған. Ал ғимараттың ішіне кірсеңіз, сізді қазақ халқының бай қазынасы, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, табиғи кереметтері және өлкенің даму тарихы айқын көрініс тапқан панорама мен диорамалар қарсы алады. Мұражайдың 3 экспозициялық залы бар. Онда өткен ғасырдың ғаламат архитектуралық ансамбльдері мен олардың тарихы, Бейнеудің кеңес өкіметі кезеңі мен тәуелсіздік жылдарындағы көрінісі суреттелген. Ал Ұлы Жібек жолы кезіндегі сәулет туындыларының макеттері қызығушылығымызды тудырғаны сөзсіз. Себебі өлке экономикасы мен сауда саласының дамуы сонау үстірттен бастап Маңғышлақтың теңіз айлағына дейін сапарлаған керуен жолдарымен тығыз байланысты. Аймақтың киелі орындарының тарихы да сол уақыттан бастау алады. Бұл мешіт Бейнеу ауданына 40 шақырым жерде орналасқан Көркембай мешіті. Үстінде үлкенді кішілі 30 күмбезі бар және 26 бөлме орналасқан. Ішінде бір өз атаулары бар, әр бөлменің атауы бар. Мысалы, ортасында бөлмеде намаз оқитын бөлме. Сол намаз оқитын бөлмесінде тұрып, намаз оқыса жаңағы бұл жердегі қалған бөлменің барлығына азан дауысы естіліп тұратын. Сонда бұл жердің киелі орны мықты, эхо дауысы мықтылығын дәлелдейді екен. Этнография залының экспозициясы Маңғыстау халқының өмір салтында қолданылған заттардан тұрады. Атап айтсақ, көне қолөнер туындылары, ұлттық әшекей бұйымдары, күнделікті тұрмыс жайының құрал жабдықтары, ертедегі қазақ үйі және шеберлердің сүйек, ағаш немесе тастан жасаған заттары орын тапқан. Біздер Маңғыстау дейтін жалаң дала, мына малмен айналысқан ақ селеулі, боз жусанды боз далам қыртысында 4 түлік мал қоздаған, 4 түліктен тауып бақыт байлығын ата-бабам ешкімге қол созбаған деп, сол уақытта күнделікті тұрмыста пайдаланған нәрселеріміз кешегі. Алайда біздің ойымызша мұражайдың басты экспонаты қазақ халқының киіз үйі. Көшпенді қазақ тұрмысына ыңғайлап жасалған киіз үйдің артықшылығы көп. Бұл тарихымыздағы ең бірінші сәулеттік құрылыс.